Бәріне сәлем. Біз өткен тақырыпта present simple'дың affirmative and negative form үйренген болатынбыз. Ал бүгін бізде қалай сұрақ сұрау, яғни question form үйренеміз. Жалпы алдыңғы сабақта айттым, present simple negative деген кезде есімізге не келу керек? Do. Do-дің қасына not келу керек. Тура сол сияқты question type'та біздің есімізге келу керек, do немесе does. Дәл to be етістігінің сұрақ қою форматы сияқты бізде көмекші сөзіміз do, does-ды сөйлемнің алдына шығарамыз. Do-ді біз қолданамыз I, we, you, they. She, he, it-та біз қолданамыз does. Бұның ең басты айырмашылығы біз do, does кезінде оны қай кезде қолданамыз, яғни етістік бар кезде қолданамыз. Енді мысалға қарап көрейік. Мысалы мынандай сөйлем бар. I study English. Мен ағылшын тілін үйренемін. Үйреніп жатырмын деген сөз. I study English. Осыны мен сұрақ қып көрейік. Бізде I-дан сұрап тұр. Мен көп жауап берген екен, біреу маған сен деп сұрақ қойып тұр. Яғни do you study English? Study деген бізде етістігіміз бар, сол үшін бізде do деген көмекші сұрақ форматы керек. Do you study English? Қалай жауап береміз? Бізден оқисың ба деп сұрақ қойып тұр. Яғни yes, I do, немесе no, I don't. Яғни бізде екі жауап болады. Yes, I do, no, I don't. Бұл бізде қысқаша жауаптар. Негізі былай жауап беруге де болады. Yes, I study English. No, I don't study English деп жауап берсек те болады. Екі вариантта дұрыс. Ал енді келесі бар. She speaks Russian. Мына жерге S-ті қоюды тағы да ескертемін. He, she, it болған кезде бізде S көмекші сөзі жалғанады. She speaks Russian. Например, ол орысша сөйлейді. Ал енді мен сұрақ қоюым керек. Ол германша сөйлейді ма? Например, Анна германша сөйлейді ма дейтін болсам, Анна туралы айтып жатырмын. Яғни мен she туралы айтып жатырмын. Логично ойласам, she болған кезде мен does-ды қоямын. Does Anna speak? Мына жерде ешқандай S жоқ. Өйткені S-іміз біздің мына S-қа кетіп қалған еді. Does Anna speak German? Анна германша сөйлейді ма? Yes, she does. Егер де сөйлейтін болса, no, she doesn't. Бұл қысқаша форматтағы жауап беру. Ал егер де ұзақ форматта жауап беретін болсақ, yes, she speaks Russian, или no, she speaks German. Бізде жауаптардың барлығын толыққанды солай айтуға болады. Бұл жердегі ең басты нені айтып кетейін, лайфхакты. Жалпы сұрақ келген кезде былай болады, көбінесе етістік бар болатын болса, автоматты түрде осы жақта does немесе do-ды қоямыз. Оны неге айтып жатырмын? Өйткені біз to be форматын өткен кезде мындай сұрақтар болатын. Are you tired? Сен шаршап тұрсың ба? Бұл жерде етістік жоқ. Сен шаршау, это етістік жоқ, значит, бұл жерде to be қойылады. Мысалы, ол 35-те ма? Бұл жерде біз подтверждение сұрап тұрмыз, бірақ етістігіміз жоқ, значит, бұл жерде to be етістігі кетеді. Бұның жауабы yes, I am, немесе no, he is 29. Оны неге айтып жатырмын? Өйткені көп студенттер қателік жібереді осыдан. Сұрақ форматын қой дейді да, егер де мынандай сұрақ қойып қояды. Speaks немесе study деген етістік барларға бұлай сұрақ қойып қояды. Are you study English деп қояды. Бұл жерде біз are-ды қоя алмаймыз, өйткені бізде study деген етістігіміз бар. Етістік бар жерде to be етістігі келмейді. Тек қана do you study English немесе does she study English деген сияқты. Немесе бұлай да сұрақ қойып қояды. Is she немесе Anna speak German деп қояды. Біз speak бар жерде ешқандай is қоймаймыз. Етістік бар кезде мына екінші to be етістігіне орын жоқ. Яғни етістік болған жердің барлығында do, does, ал етістік жоқ жердің барлығында to be етістігінің сұрақ форматы келе береді. Сұрақ қойылу форматы дұрыс түсінікті деген ойдамын. Жалпы бұл сұрақтың барлығы байқасаң, тек қана yes, no question. Ал қазір мен саған special question'ды present simple'да қалай қолданып сұрақ қою форматын үйрететін боламын. Ал дәл қазір біз енді special question'ды present simple'да, яғни етістік бар кезде қалай қолданатынымызды үйренеміз. Жалпы бізде special question'дар мына WH сұрақтар арқылы қолданатынын білеміз, бірақ бізде қараймыз, мына жерде етістіктеріміз бар. Мысалы, біріншіне қарап көрейік. I am an artist. Біз оған сұрақ қоюымыз керек. Сен кім болып жұмыс жасайсың? Сен немен айналысасың? Бұл жерде кім болып жұмыс жасайсың, айналысасың деген бізде do деген. Істеу, жасау деген етістік бар. Енді біз айтамыз what, не жасайсың деп тұр. What, біз қоямыз do немесе does. Оны кімге қараймыз? Кімнен сұрағатсың? Мен сенен сұраймын, you'дан, you болғаннан кейін do қосам. What do you do? What do you do? I'm an artist. Мен суретшімін деді. Мен артистпін. Сол сияқты енді келесі жауап болып тұр. It starts at 7. Мысалы, бір фильм сұрап жатыр, фильм қашан басталады? Start деген, басталу деген етістігім бар. И оған айтамын when, мына жерге movie деп қояйын. Movie деген бізде фильм.
movie фильм ол it болғандықтан мен не қоямын оған? Does. When does movie start? It starts at 7 o'clock. That just kids. Келесі prefer деген етістігіміз бар. Не істеу, ұнату, соны қалау деген, я? Which, for example, do, мен you'дан сұрап жатырмын. Which do you prefer? Tea or coffee? Я, қайсысын жақсы көресің, кофе ма әлде шай ма? Ал айтады, I prefer tea деп жауабын айтып кете береміз. Келесі бізде she lives in Астана. Мен оның Астанада тұрасың ба деп сұрақ қойып тұрған жоқпын. Сен қайда тұрасың деген маған сұрақ келу керек, я? Сен қайда тұрасың? Или ол қайда тұрады? Ол Астанада тұрады деген жауап алуым керек. Where? Мен кімнен сұрап тұрмын? She'дан сұрап тұрмын. She болғандықтан сұрақ белгісінде does келеді. Where does she live? She lives in Astana. The next келесі A-N. Сен атыңды қалай по буквам айтасың деген. Spelling деген білеміз ғой. How do you spell your name? Мұжақ қарай, бізде жалғасып кете береді. Не сұрап атқанымыз. Бастысы менің айтатын структура мына жерде. Бірінші сұрақ, екінші do does, одан кейін не сұрап жатырмыз, кімнен сұрап жатырмыз, и етістігіміз міндетті түрде келеді. Келесі мына үшеуін ерекше бөліп қойдым. Неге? Өйткені how many, how much және what kind of. What kind of дегенмен which екеуі бірдей. Қайсы, қандай типтегі деген мағынаны білдіреді. Бұл жердің барлығын неге бөліп қойдым? Өйткені сұрап жатқан затымызды біз бірінші түрде міндетті түрде жазуымыз керек. For example, how many, for example, sister дей салайын, я? Sister. How many sister do? Кімнен сұрап жатырмын? Сенен деп жатырмын. Do you have? How many sisters do you have? Қанша әпкең бар? Мен айтам, I have 2 sisters. Я, осылай, менде 2 әпкем бар. Немесе how much? Мына жерде cost деген бар. Cost деген етістік ол бағасын айтамыз. Ол қанша тұрады деген кезде cost деген етістікті қолданамыз. How much, for example, money does it cost? How much money does it cost? Қанша ақша тұрады? Бізде нені сұрап жатырмыз? It, немесе бұның орнына телефон деп қойсақ болады, phone. How much money does phone cost? My phone costs, мына жерге былай s қойып қояйын. How much? My phone costs 5,000 теңге. That's all about it. And what kind of? What kind of-ты былай сұрақ қоямыз. Қандай типтегі фильм көресің, қандай типтегі артистерді жақсы көресің, қандай типтегі музыкаларды тыңдайсың. Осының барлығында қандай типті? What kind of? Үш сөзбен қойылады. What kind of, for example, films do you like? Қандай типтегі фильмдерді сен ұнатасың? Мен айтам, I like comedy and fantasy movie. Маған ұнайды комедия мен фантазия. Бұл жерде жеткізгім келгені, бізде етістік бар кезде do, start, prefer, leave, spell. Етістік бар кезде бізде не келеді? Do, does міндетті түрде келеді. Ал бұны салыстыру форматында не істеу керек? Бізде special question бар, to be етістігінде. Тоже арнайы сұрақтармен сұрақ қоятын я қой. So to be етістігіне барып екеуін салыстыру керек. To be етістік жоқ жерде қолданылады. Ал мынандай бару, жасау, келу, өмір сүру деген етістік бар кезде бізге не қойылады? Do, does етістігі қойылады. Ал қалған реттілік, онда ешқандай өзгеріс жоқ. Тек қана осы do мен to be етістігінің ғана өзгерістері бар. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Good luck for your tasks. See you!